Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде жаңа бөлім қоршаған ортаны қорғау. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат ортақ үйіміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас новый раздел қоршаған ортаны қорғау и новая тема табиғат ортақ үйіміз. Природа наш общий дом. Жаңа сөздер, новые слова. Киік, сайгак, марал, қорғау, защищать, мал дәрігері, ветеринар. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Марал, мал дәрігері, киік. Бірінші тапсырма: бос орындарға тиісті сөздерді қой. Дополним пропущенные слова. Марал ірі жануар. Оның бойы киікке қарағанда ұзындау. Менің әкем мал дәрігері болып жұмыс жасайды. Киік өте әдемі жануар. Екінші тапсырма: суретке қара, сурет бойынша әңгіме құра. Составь рассказ по картинкам. Қажетті сөздер, нужные слова: мал дәрігері, марал, киік. Анель жазғы демалыста әжесіне ауылға келді. Ауылда қызықты. Анель сүйікті кітабын оқыды. Әжесі киіктерге су берді. Анельдің кішкене бауырлары жолбарыстың баласынан қорықты. Анель әжесіне көмектесті. Үшінші тапсырма: мәтінді оқы. Біздер орманда алқапта тұрамыз. Менің атым Балнұр. Мен мектепке көлікпен барамын. Бүгін үйге қонақ келеді. Әжем екеуміз бақшада дастархан жайдық. Қонаққа кімдер келеді деп ойлайсыңдар? Әнуар мен Сәулет менің сыныптастарым. Аулада Әнуар мен Сәулет әлденеден қашып жүр. Балалар неден қорықты? Киік пен маралдың лақтары оларға емес, әжеме жүгіріп келеді екен. Күн сайын олар осы шелектен су ішеді ғой. Бұл жануарлар неге мұнда жүр? Менің анам мал дәрігері. Ол жараланған жануарларға көмек көрсетеді. Ал менің әкем кім деп ойлайсыңдар? Менің әкем орманшы. Арғы аталарым да орманшы болған. Табиғатты қорғау отбасымыздың ата кәсібі. Менің достарыма біздің отбасылық кәсібіміз өте ұнайды. Олар неге дастарханға келмей жатыр? Достарымды әкем үйден ертіп шықты. Олар кішкентай жолбарыстың күшіктерінен қорқыпты. Мы живем в лесной зоне. Меня зовут Балнур. Я еду в школу на машине. Сегодня в дом приезжают гости. Мы с бабушкой готовили обед в саду. Как вы думаете, кто приедет в гости? Ануар и Саулет — мои одноклассники. Во дворе Ануар и Саулет. Чего они боялись? Марал и Сайгак подбегают к бабушке, а не моим одноклассникам. Ведь каждый день они пьют воду из этого ведра. Почему эти животные ходят сюда? Моя мама ветеринар. Она оказывает первую помощь животному. А ты думаешь, кто мой отец? Мой отец лесник. Мои прадеды тоже были лесниками. Охрана природы — это профессия нашей семьи. Моим друзьям очень нравится наша семейная профессия. Почему они не приходят за стол? Моих друзей папа позвал из дома. Они боялись маленьких щенков. Төртінші тапсырма: сұрақтарды пайдаланып әңгімелесіңдер. Ответьте на вопросы. Балнұр қандай жерде тұрады? Орманда, алқапта тұрады. Балнұрдың ата-анасы кім болып жұмыс істейді? Анасы мал дәрігері, әкесі орманшы. Балнұрдың үйінде қандай жабайы жануарлар бар? Жолбарыстың күшіктері. Балнұрдың отбасын табиғат қорғаушылары деп айтуға болады ма? Иә, оларды табиғат қорғаушылары деп айтуға болады. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.